Сәлем достар, әлсіздік пен апатия әсерінен жұмыс істеу қабілетіңіз төмендеп кетті ме? Мені жоғалтылмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Бұл көпшілік үшін таңсық жағдай болмаса керек. Қазақстан аймағында аталған белгілермен қоса адам көңіл күйінің тұрақсыздығы, депрессия, ұмытшақтық, есе сақтау қабілетінің нашарлауы, зейін шоғырлануының төмендеуі, бір істің аяғына дейін орындалмау көп байқалады. Содан барып жүйке жүйесімен қоса барлық ағза зардап шегеді. Бұл белгілердің себебі йод жетіспеушілігі болуы мүмкін. Оны анықтау үшін қолыңызға йод торын сызыңыз. Егер йод 1-2 сағат ішінде сіңіп кетсе, сіздің ағзаңызда бұл микроэлемент жетіспеушілігі бар екені анық. Ал егер йод торы бірнеше минут ішінде жоғалса, сізге шұғыл ем қабылдау керек болғаны. Йод жетіспеушілігі аурулардың мәселесі әлемдік денсаулық сақтау саласында маңызды жағдайлардың бірі саналады. Оның маңыздылығы осы аурудың кең етек жаюымен анықталады. Йод жер бетіндегі тірі ағзалардың өсуі мен дамуына қажетті маңызды микроэлемент. Қазақстанда йод жетіспеушілігі кең белең алған. Осыған байланысты йод жетіспеушілігінің медициналық, әлеуметтік және экономикалық маңызы денсаулық, интеллект, білім сапасына әсер етіп отыр. Уақыт өте келе халықтың кәсіби әлеуетіне де әсер етеді. Денсаулығы қалыпты адам күніне 150 микрограмм йод тұтынуы қажет. Бұл қажеттілік өтелмесе, адам ағзасы түрлі ауруларға шалдығады. Йод жетіспеушілігі иммунитеттің әлсіреуін тудырып, ағзаның түрлі инфекцияларға қарсы тұру қабілетін төмендетеді. Адам ағзасындағы йод ағзадағы барлық мүшелер мен жүйелердің жұмысын реттейтін және жақсартатын тиреоидті гормондар үшін құрылыс материалы. Адам бас сүйегі ішіндегі қысымға байланысты бас ауруына, әлсіздіктің пайда болуына, терінің сұрлануына шағымданады. Астеникалық синдром көріністері, кардиологиялық өзгерістер, ырғақтың бұзылуы, ақы жоғарылауы немесе төмендеуі, инфекциялық және суық тию аурулардың жиіленуі, екінші иммундық жетіспеушілігі салдарынан өткір аурулардың созылмалы түрге өтуі, бұлшық ет сұлбасының әлсіреуіне байланысты дене бітімінің өзгеруі болып табылады. Осының барлығының себебі йодтың жетіспеушілігі. Йод жетіспеушілік ауруларына келесі алдын алу жұмыстарын жүргізу қажет. Бірінші, йодпен байытылған азық түліктерінің көмегімен йод жетіспеушілікті жою. Екінші, йодты алудың ең бір жақсы жолы йодпен байытылған теңіздің жәндіктерін, теңіз балықтарын, теңіз балдырларын, теңіз өнімдерін тағамға жиі пайдалану болып табылады. Адам йодтың 90%-ын тағамнан, ал қалғандарын ауа мен судан алады. Сондықтан әркім күнделікті тағамның құрамына ерекше мән беру керек. Осы орайда құрамда йод бар өнімдер тізімін ұсынамыз. Майлы балық, балық майы, теңіз өнімдері, балдырлар, алма, жүзім, шие, қара өрік, сары өрік, ірімшік, сүзбе, сүт, қызылша, қызанақ, сәбіз. Пайдалы кеңестер. Егер тоңа беретін болсаңыз, далаға шығарда аяққа йод торын жасап алыңыз. Күн қандай болса да бойыңыз жылы жүреді, әрі суық тиюдің алдын аласыз. Ал мұрыннан су ағып, тамақ қарылға бастаған кезде ұйықтар алдында өкшеге йод торын жасау керек. Ондайда ауру бойға дендемей тез арада жазылып кетесіз. Йод жетіспегенде ағза шаршап, есе сақтау нашарлап, жүйке жүйесі әлсірейді. Ағзаға йод жетіспеушілігін тудырмас үшін жылына 1 рет тексеріп тұру керек. Кешкілік шынтақтың ішкі жағына йод пен 3 сызықша сызады. Оның біреуі қанық, екіншісі орташа, үшіншісін көмескілеу етіп жағады. Егер ертеңіне жұқа жағылған йод сызықшасы ғана жоқ болып кетсе, ағзадағы йод көлемі қалыпты дегенді білдіреді. Ал орташа жағылғаны да көрінбей немесе қанық түсуде көмескіленсе, йодтың жетіспегендігі. Ондайда тез арада йодтың орнына толтыруға кірісу керек. 1 апта бойы күнделікті дененің белгілі бір бөлігіне йод торын сызады. Алғашында оны оң аяқтағы өкшенің жоғарғы жағына, содан соң сол аяқтың өкшенің жоғарғы жағына жасайды. Кейін оң алақанның жоғарғы жағына, келесі күні сол алақанның жоғарғы жағына ауысады. Уақытында йодтық алдын алу өскелең ұрпақтың, біздің болашағымыздың денсаулық деңгейін, үйлесімді дамуды, интеллектуалды әлеуетті қалпында ұстауға жағдай жасайды. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.